Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте жұп-жұмсақ болып шығатын, өте дәмді слива қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, слива, 2 жұмыртқа, қопсытқыш, сұйық май, қант және айран қажет. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып, үстінен кішкене тұзымызды салып, қантымызды салып, 3-4 минутқа барлығы толығы ерігенше миксерлейтін боламыз. Осылай массамыз 2 есе көбейетін болады. Ақ түске енгенше миксерлеп осылай. Төменнен жоғарға қарай қозғау арқылы араластырып, үстінен сұйық майымызды және айранымызды құятын боламыз. Осылай араластырып, енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, оны да жақсылап араластырып, осы ұнымызды массамызға 2-ге бөліп салатын боламыз. Барлығын толықтай салып жібермеңіздер. Осылай ұнымыз толық араласқанша осылай қосқайтын боламыз. Барлық ұнымызды салып, венчикпен осылай араластырсаңыз да болады. Немесе миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырыңыз. Осылай бір қалыпқа енгенше түйіршек қалмайтындай осылай масса шығатын болады. Енді алдын ала жуылып, осылай сливаларымызды жуып, сүйегінен ажырататын боламыз. Менде форма 24 сантиметрлік форма. Осылай пергаментный бумагамызды төсеп, барлық массамызды құйып шығатын боламыз. Үстінен барлық салманы, яғни сливаларымызды орнатамыз. Осылай барлығын қойып, үстінен қантымызды сеуіп шығатын боламыз. Немесе сливаларымызға қантты араластырып, осылай қойып шықсаңыз да болады. Енді қызып тұрған духовкаге 200 градусқа 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Дәл осылай қалдырсаңыз да болады, немесе үстінен сахарный пудраны сеуіп шықсаңыз да болады. Өте жұп-жұмсақ, өте дәмді слива сезонында сізді дәл осылай дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сізде дайындап көріңіз, ас болсын.